Сәлем достар, ас арнасында әрбір қазақтың үйінен табыла кететін ішек қарыннан керемет салат жасайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар, тамашалаңыздар. Табамызға май құйып қыздырып аламыз. Үстінен пиязды турап, жақсылап қызарғанша қуырамыз. Сосын үккіштен өткізілген сәбізді салып қуырамыз. Қызанағымызды да таяқша етіп турап алып, оны да суы тартылғанша жақсылап қуырамыз. Негізі бұл салатты әзірлеу үшін ішек қарнымызды алдын ала 2 сағат бойы жай отта қайнатып, суытып алып, осындай таяқша етіп турап, осы салатқа осылай қосып, жақсылап араластырамыз. Бұл ішек қарын бізде піскен. Енді тәтті бұрышымызды қосып араластырамыз. Қалауларыңызша жартылай ашты бұрыш қоссаңыздар да болады. Салаттың дәмін келтіру үшін сарымсақ пен жусай қостым. Және дәміне қарай қара бұрыш пен тұз салдым. Бәрін салып араластырып болғаннан кейін бетін жауып 5-7 минут шамасында бұқтырып аламыз. Салатымыз дайын. Дәмі өте керемет шықты. Маған өзіме қатты ұнады. Жасап көріңіздер. Бұл да қазақтың ұлттық тағамдарының бірі деп мен ойлаймын. Сіздер де жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.